Егер жүрек таза болса, тілден әдемі сөздер шығады. Көп адамдардың бақытсыздығының негізгі себебі олардың не қалайтынын өзге түгілі өздері де білмейтінінен. Біз жауапкершілікті өз мойнымызға алғанда уақытты босқа өткізуді доғарып, шынайы өмір сүре бастаймыз. Ақымақ бұзуға барда түзеуге жоқ. Біреуге сатқындық жасарда күндердің күні келіп, өзіңіз де дәл сондай қиянат көретініңізге дайын болыңыз. Бір түрлі болудан қорықпа. Өзгені сынағанның өзі де сыналады. Ешқашан бар күшімен тырысып, сол жолда қателік жіберген адамды көрсеңіз, оны сөге көрмеңіз, жауапқа да тартпаңыз. Егерде сіз адамдарға ұнасаңыз, демек сіз расымен де жақсы адамсыз. Егер адамдар сізді жек көрсе, демек сіз бәрінен де мықтысыз. Адамның қорқатын 3 нәрсесі бар. Біреуге сенім арту, шындықты айту, және өзімен өзі болу. Өзін шынайы бақытты сезініп, өзін тапқан адам өзгенің пікіріне деген тәуелділіктен арылады. Дүниеде кемшіліксіз адам болмайды. Әрине өмірде жақсы адамдар көп. Кейде олардың пенделікпен қателік жасайтынын есіңізден шығармаңыз. Үнсіздікті надандық дейтіндерден өзің де байқамап па едің? Арыстан үнсіз жүрсе де ол аңдардың патшасы. Арсыз өзі сұрамай жатып, бәрі маған міндетті деп ойлайды. Ешкімге басыңа шығуға мүмкіндік берме. Себебі бір адам басыңа шығып, оның соңынан тағы жүздегені кезекке тұрады. Егерде сіздің достарыңыз аз болса, өмірлік сабақ алған жан екенсіз. Жақсылықтың қадамы ұзақ, барар жері алыс. Арамдықтың адымы қысқа, барар жері жоқ. Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат. Аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат. Асқар тауың әкең қымбат, туып өскен елің қымбат. Ұят пенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат. Жамандар үшін арсыздық олардың екінші бақыты. Бәрін дұрыс жасауға қанша тырыссаң да, сені қате түсінетін адамдардың табылары қақ. Әркімге бір жауап қайтарып, өзіңді құр шаршатпа. Егер айтқаның рас болса, Алла мені кешірсін. Ал сен өтірікші болсаң, Алла сені кешірсін. Егер өміріңізде жаңбыр тамшылары көбейсе, жаңбырдың өзіне емес, сол тамшылар арқылы бүршік атқан гүлдерге мән беріңіз. Дұшпаныңнан жасырғаныңды досыңа да айтпа. Өйткені өмірде мәңгілік ештеңе жоқ. Егерде бір жеріңіз ауырса, ол жайлы ешкімге жақ ашпаңыз, үнсіздік сақтаңыз. Көпшілік адамдар біреуге ақыл айтқанда өзіне қолайлы пікірді тықпалайды. Сондықтан ақылды да өз адамынан сұраңыз. Сізге ақыл айтатын адам өмір көрген, және ең бастысы сізге жанашыр жан.